тек қыз келіншектерге арналады, ер адамдар өтіп кетеміз. Қыздар, сіздерге бір құпиямен бөлісейін деп тұрмын. Мынандай женский энергияңызды көтергіңіз келсе, нәзіктігіңізді шығарғыңыз келсе, жалпы әйел адамның бойына тән қасиеттеріңізді шығарғыңыз келсе, бізде оның бәрін ұстап тұратын біздің маткамыз. Біздің кішкентайымыздан бізге айтылған дүниелер бар ғой. Сенің аяғың қисық екен, мына жерің не мұрның қисық па, не анау шашың деген сияқты бізге айтылған сөздердің бәрін біз әйел адамдар не істейді екенбіз? Маткамен қабылдаймыз. Алады біздің маткамыз бүйтіп жабысып, бүйтіп құрысып қалады. Соны жазу үшін, ана жерді ашу үшін не істейміз? Жатамыз. Әдемі музыка қойып алыңыз, сөйтіңіз де былай массаж жасайсыздар. Мынадан аласыздар да, жоғары, төменнен. Қатты батырудың қажеті жоқ, приятный болу керек денеңізге. Мына жақтан трубаларынан аламыз. И очень жолдары былай болу керек. Мынадан әкелеміз де, былай әкеліп, былай шығарып тастап жатамыз. Көп мына жерге жасаңыз, жинаңыз былай. Осылай жасап, бетіп шығарып тастайсыздар. Мен қанша адамға жасадым, бұл құпиямды айтпаймын, бірақ өзім жасайтынмын. Бет массажына келген кезде қыздарға өзім жасап беремін. Жатыңыз деймін, уақытыңыз бар ма деп, соответственно, оған ақша аламын. Сөйтемін де жасап беремін, бәрінің не айтатынын айтайын ба? Как будто бір анда бір сезім болады, ішімізде гүл өскендей, ағаш өскендей, бәрін айтатыны осы бір сезім. Осы сезімді шығарғанша прям сондай не, енді әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Осыны жасаңыздаршы. Күнде жасаңыздар, күнде бірнеше рет жасасаңыз да болады. Есіңізге түсіп кетті ма, жата қалыңыздар, жасаңыз. Мына жақ босаған кезде бір адам энергия тарайды. Ана булығып тұрған жерді, как будто сіз қақпасын ашқандай боласыз да, ана жерді аша беріңіз. Бізде жетеді ол жақта деген проблема. Соның бәрін ашқаннан кейін рахаттанып, как будто бір денеңізде энергия тарап жүргенде, жалпы реңіңіз ашылады сіздің. Игіліктеріңізге жарасын. Подружкаларыңызбен, мамаңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіп қойыңыз. Маған лайк басуды ұмытпаймыз. Қыздар, рахметтеріңіз сол болсын. И комментарий жазамыз. Жасағаннан кейін қандай ощущение болды, оны да жазамыз. Игіліктеріңізге жарасын. Алла тағаланың маған берген белгісінің арқасында қолтығыма бір без шықты. Мынандай болып үлкейді, и бір күннің ішінде жоқ болып кетті. Бүгін бір белгі болды, енді соны саралап отырып, өмірімде осы есіме түсіп кетті, сіздермен бөлісейін дедім. Мынандай болады. Қызым кішкентай, емізулі. Ауылға бардық екеуміз. Ауылға барғаннан кейін бір мазасызданып жүрді, оң қолтығым астынан бірдеңе шыққандай болып, одан кейін бір түйін пайда болды. Күннен күнге өсті. Бір 10 шақты күнге ауылға барғанбыз. Мамамдарға ешкімге айтқан мен не пайда, негізі мен айта бермейтін адаммын өзі болып жатқан жағдайды. Одан кейін күннен күнге өсе берді, солқылдап ауыртты, мына тұсымның бәрін ауыртып жүрді. Енді қалаға барғаннан кейін не болса да көрем деп жүрдім, не болса да қалаға барғаннан кейін көрейін. Қазір айтқан мен не істеймін, үйдегілер уайымдайды, басқа ештеңе жоқ дедім да, жүре бердім. Содан бір күні қызымды емізіп, кешке жақын ұйықтайын деп жатырмыз. Мен жатырмын, осылай оң жағыммен, артымда мамам, үйдегілер бар, әйтеуір білмеймін. Қызымды емізіп ұйықтататын кезде всегда Жазира Байырбекованың әлди қоятынмын. Қызымды емізіп алдым да, и ана әлдиді бассам, Ясин сүресі басылып кетті. Одан кейін қайтадан алып, дұрыс емес бастым ба деп, ана жаңағы ютубтан әлдиді бассам, қайтадан Ясин сүресі шықты. Одан кейін немді алдым да, жаңағы тыңдайыншы, енді уайымдап жатқам, солқылдап ауырып жатты да. Одан кейін наушникті алдым да, салдым да, құлағыма салдым. Қызымды былай өзім ұйықтатайын деп. Былай ұйықтаттым, бірақ Ясин сүресін тыңдап жаттым да, сол бойда ұйықтап кетіппін. Енді нақты бұл жерде не айтқаным шыны керек, есімде жоқ. Бірақ әйтеуір Алла шипасын берсін. Мен жоқ болып кетеді деп ойлаған жоқпын. Ертең қалаға барып тексерткенде әйтеуір доброкачественный кететін емі бар, бір не болса екен деген сондай бір Алла тағаладан жалбарынып жатып, сондай жатып ұйықтап кеткен ғой, қызым дегенімізді жатып ұйықтап кеткен. Представляете, таңертең тұрсам жоқ. Таңертең тұрсам просто жоқ. Мынандай бас бармақтай болып үлкейді, ол күннен күнге өседі, соқылап ауырып, күннен күнге үлкейіп бара жатқан нәрсе бір апта, бір сол уақытта пайда болды да. И ана нәрсе таңертең тұрсам жоқ. Сондай белгілерге мән берейік. Негізі біз сұраймыз, бізге бір адамдар арқылы келеді, біреу айтып келеді, болмаса телефоннан шығып қалады. Қандай да бір сұрақтарымыздың жауаптары келіп жатады ғой. Менде бір осындай ғажайып жағдай болған. Сіздермен бөлісіп қояйын дедім. Таңғажайып дүниелер негізі көп. Алла тағаланың құдіреті күшті, сенген, бір сұраған адамдарға.